Көп ата-аналардың жіберетін қателігі бала бойы өспесе уақытылы дәрігерге қаралмай булығып өседі деп жүре береді. Нәтижесінде баласының бойы өспегеннен кейін ғана дәрігерге қаралады. Әрине ол кезде уже кеш болады. Себебі баланың бойы өмір бойы өспейді. Ол белгілі бір жасқа дейін өседі, сосын зона роста жабылғаннан кейін өспейді. Және көп ата-аналар жыныстық дамуға мән бермейді. Себебі баланың, қыздың, ұлдың жыныстық дамуы бұл бойдың өсуіне өте қатты әсер етеді. Менің практикамда зона роста жабылғаннан кейін дәрігерге келетін пациенттер өте көп. Сондықтан осындай жағдайдың алдын алу мақсатында мини-курс дайындап қойдым. Мини-курстан сіз баланың бойының өсуіне әсер ететін факторлар, витаминдердің, тамақтанудың әсері, қалқанша без гормондары, жыныс гормондарының, өсу гормонының әсері туралы білесіз. Және зона роста жабылғанға дейін әрекет етесіз. Толығырақ білу үшін описаниені оқыңыз.